Сон Хэ Кё, оңтүстік кореялық танымал актриса және модель. Сон Хэ Кё 1981 жылы 22 қарашада оңтүстік Кореяның Daegu деген қаласында дүниеге келген. Ол өте әлсіз және ауыршаң болып туылған. Тіпті дәрігерлер алғашқы айларда баланың тірі қалатынына сенімсіздік танытқан. Тек келесі жылдың ақпан айында ғана ол сауаға бастаған. Сол себепті оның туу туралы куәлігінде 1982 жылдың 26 ақпанында туылған деп көрсетілген. Актрисаның ата-анасы 18 жасында үйленген соң, некелері ұзаққа созылмаған. Сон Хэ Кё 3-ші сыныпқа өткенде, әкесі үйінен кетіп қалған. Бар ауыртпашылықты анасы арқалаған. Ол кішкентайынан ұялшақ қыз болған. Сон жастайынан түрлі конкурстарға, шығармашылық кастингтерге қатысқан, мектепте мәнерлеп сырғанаумен айналысқан. Он 14 жасында Сон Хэ Кё жас модельдер конкурсында жеңді. Ол мектеп киімдерін шығаратын брендтің бет-әлпетіне айналды. Жарнамадағы сәттіліктің арқасында Сон 1996 жылы алғашқы махаббат жастары сериалында кішігірім рөлді ойнауға шақырту алды. Табыстарының арқасында ол анасы екеуі Сеулдегі Каннам ауданына көшіп келді. Сон Сеулдегі Сэджон университетіне кино өнері мамандығы бойынша оқуға түсті. ...2000 жылы Сонның жұлдызды сәті туды. Ол жүрегімде қалған күз сериалында басты рөлді ойнады. Сериал актрисаны бүкіл Азияға танымал етті. Жаңа ұсыныстар толасы түсіп жатты. ...2003 жылы Сон Хэ Кё танымал актер Ли Бен Хонмен бірге Вабанк дорамасына түсті. Дорама рейтингі жоғары сериалдардың біріне айналды. Вабанктан кейін Сон Хэ Кёның танымалдылығы арта түсті. ...2004 жылы Сон Хэ Кё әнші Рейнмен бірге ыстық романтикалық комедия сериалына түсті. Сериалдан кейін Сон Хэ Кё Азиядағы ең танымал актрисалардың біріне айналды. Ыстық ұядан кейін Сон демалыс алып, ақшқа тіл үйрену үшін барып келді. ...2007 жылы ол Хван Джин И атты биографиялық дорамаға түсті. Фильм көптеген марапаттарға ие болды. ...2008 жылы Сон Хэ Кё Голливудтың Make Yourself at Home инди фильміне түсіп, ақшта дебютін өткізді. Сон әлемдік деңгейді бағындыруды көздеген болатын, алайда фильм сәтсіздікке ұшырады. ...2011 жылы Сон Хэ Кё A Reason to Live фильміне түсті. Сон фильмді қатты ұнатқан. Аталған фильмдегі рөл үшін Сон Women in Film Korea Awards аясында үздік актриса атанды. ...2013 жылы Сон That Winter the Wind Blows сериалына түсті.
2016 жылы ол «Потомки солнца» дорамасында басты рөлді сомдады. Сериал рейтинг бойынша рекордтар жасады. Дорама әскери капитан Пен дәрігер қыздың махаббаты жайлы баяндайды. Жеке өміріне келетін болсақ, Сон Ва-Банк сериалынан кейін Ли Бен Хонмен кездескен, алайда бір жыл өтпей жатып айырылысып кеткен. – 2008 жылы Сон Хэ Кю әріптесі Хён Бинмен кездесе бастады. Дегенмен 2011 жылы олар да айырылысты. «Потомки солнца» дорамасы аяқталған соң 2017 жылы ол сериалдағы әріптесі Сон Чжун Кинға күйеуге тиген. Өкінішке орай 2019 жылы олар ажырасып кеткен. Сон волонтер ретінде жануарларды қорғау жұмыстарына белсенді түрде қатысады. Сондай-ақ ол қайырымдылық іс-шараларымен де танымал. Сон Хэ Кюнның бойы 161 см. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.